Қайырлы күн, құрметті ел үміті көрермені, және де бүгін біз екінші халықаралық психологтар форумы негізінде осылай подкаст түсіріп жатырмыз, және де бүгін бізде Зерделі мектебінің талант бөлімінің басшысы Сарбалин Руслан мырза. Руслан мырза, қош келдіңіз. Менің алғашқы сұрағым мынандай: жалпы мектеп психологының қазіргі таңда қоғамдағы рөлі қандай деп ойлайсыз? Рахмет, өте орынды сұрақ. Мен жалпы енді педагогикалық салада 15 жылдық тәжірибем бар. Осы жылдардың ішінде мен мектеп мұғалімі, қарапайым оқу тәрбие орынбасары, мектептің директоры, білім басқармасы дарын орталығының басшысы болдым. Осы аралықта мен жалпы психологтардың мектеп үшін олардың алатын орны өте зор екенін білдім. Мен алғашында осы 4-5 жыл бұрын мектеп директоры болып барған кезімде адам баласы әртүрлі ситуация болуы мүмкін. Кейде көңіл күйің болмай келе жатқанда аяқ астынан психологтар тренинг өткізеді, немесе балалармен бір қуаныш сәттерді көрсетеді. Сол кезде сен болған қиындықтарды ұмытып, сол аураға түсесің. Яғни менің ойымша психолог дегеніміз ол мектептегі баланс ұстап тұратын, жалпы мектептің ішкі ахуалын, атмосферасын жақсартып тұратын бір лауазымды тұлға ретінде қарауымыз керек. Өкінішке орай жасырмауымыз керек, кейбір мектеп білім беру ұйымдарында психологтардың рөлі тек көлеңкеде қалып қойып жатыр. Біз кейбір мектептердің жақсылығын көріп жатамыз, керемет жарқырап тұр екен мектебі де, балалар да еркін деп айтамыз. Оның ар жағында әрине басшы болуы мүмкін, бірақ басшының ар жағында оны жақсартып отырған мектеп психолог екенін ұмытпауымыз керек. Сондықтан мектептерге бүгінгі форумымызда айтып өтті, мектеп психологтарына арнайы орталықтандырылған жерден штат берілсе, бұл жақсартуға арналған бір қадам деп ойлаймын. Ал жалпы баланың қабілетін қалай анықтау керек, және де оны қалай әрі қартай дамыту керек? Рахмет, мен жалпы осы 4-5 жыл бұрын дарын орталығының басшысы болдым. Сол кезде талантты жастармен, дарынды балалармен көп жұмыс жасадық, оларды дайындайтын жетекшілермен араластым. Сол кезде байқаған әсіресе мамандандырылған, дарынды балаларға арналған мектептерде, білім инновация лицейлерінде тәжірибе бар оларда. Яғни үздіксіз, аз-аздан бірақ үздіксіз деген қағида бар. Яғни баланы біздер мысалға шынымен де кейде балаларды білімнен алыстатып жібереміз. Неге? Тапсырманы көп береміз, бала сол білімнен білім осындай қиын болады екен деп қашып кетуі мүмкін. Ол жерде психология жатыр. Яғни сол дарынды мектептерде менің көргенім, олар аз-аздан болса да, күніне 2 тапсырма болса да, бірақ үздіксіз дайындайды. Сол жерде баланың қабілеті көріне бастайды. Білім инновация лицейлерінде өздеріңіз білесіздер, балаларды, яғни өзінің бағытына қарай бөледі. Жаратылыстану математикалық бағыт, немесе қоғамдық гуманитарлық бағытта деген сияқты. Яғни біз шынымен де баланың бағытын біліп алмай, оны қазақ тіліне де, немесе математикаға да олимпиадаларға дайындасақ, ол эффект бермейді, және ол күндердің күнінде балаға кішкене қиыншылық тудыруы мүмкін. Яғни баланы ең бірінші анықтау үшін оның бағытын нақты қою керек. Енді баланы анықтағаннан кейін оны дамытудың жолдары әртүрлі. Жаңағыдай білім арқылы болсын, сөйлесу арқылы, сол бағытта мен жалпы бүгін спикер ретінде шақырылдым. Мен осы психологтарға, немесе дарынды балалармен жұмыс жасайтын жетекшілерге мен бір 5 кеңес айтқым келеді. Оның біріншісі, жаңа мен айтқандай, баланы аз-аздан болса да үздіксіз дайындауды үйрету керекпіз. Жалпы білім беретін мектептерде жасырмауымыз керек мынандай үрдіс бар. Олимпиадаға бір апта қалғанда, олимпиада болайын жатыр деп үздік балаларды алып жинап, бір күндік дайындық өткіземіз де олимпиадаға салып жібереміз. Ол жерде балада стресс болуы мүмкін, дайын болмауы мүмкін, кейбір балалар 0 балл болуы мүмкін, соның ішкі олардың мотивациясын өшіріп тастауымыз мүмкін. Сол себепті балаларды 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын оларды олимпиадаға жүйесіне дайындау керекпіз. Яғни бұл екіншіден бала естігенде емес, көрген жасайды. Яғни мұғалім үздіксіз дайындай берсе, баланың бойында еңбекқорлық және табандылық қасиеттері пайда бола бастайды. Бұл бірінші құндылық. Екіншіден, баламен дос болу керек негізінде. Бізде көбіне баламен мұғалімнің арасында, яғни арақашықтық болу керек деген түсінік бар әрине. Барлығында емес, ал кейбір әріптестерде баламен дос болады, киноға барып бірге әзілдеседі, ойнайды. Яғни ол бала мектепке келгеннен кейін мені түсінетін, мен білмейтін нәрселерді сол ұстаздан аламын деген бір қамқорлықты ұстаздан сезінеді. Яғни ол тапсырмада келген сұрақтарды мұғалімнен қорқып емес, мұғалімнен жауабын алам деп сұраса, ол
екі жақ нәтиже береді. Үшіншіден, менің ең бірінші қоятын талабым, мен білім басқармасына қарасты дарын орталығында жасағанда академиялық адалдық деген болады. Балаларды осыған үйрету керекпіз негізінде. Яғни кейбір жағдайда енді жасырын емес, балалар шпаргалкамен немесе екі телефон алып келіп, біреуін қалдырып, біреуін алып келетін тұстар болады. Яғни ол бала, ол 10-шы сынып оқысын, ол 11-шы сынып оқысын, біз оған ұрыспауымыз керек. Біз оған тәрбие беріп отырған педагогтар ретінде осыған абай болуымыз керек. Яғни ол бала мүмкін адамның көзін алдап шпаргалканы пайдаланып орын алуы мүмкін, немесе телефон пайдаланып бас жүлде алуы мүмкін. Бірақ сөйтіп жетістікке жеткен бала өмірге түскенде мен солай жетістікке жетуіме болады екен ғой деген түсінік қалып қоюы мүмкін. Сондықтан мектептен көбіне мұғалімдер шпаргалка қолдануды немесе телефон қолдануды мүлдем балаға ондайды айтпау керекпіз. Менде бір мынандай жағдай болды. Олимпиада жюрилерін шақырамыз. Сол кезде бір жас маман келді, өте мықты. Сонда менің қасыма келіп, мынандай деп айтқан: кезінде менің ұстазым олимпиаданы жүлдегер болдым деді. Сол кезде маған шпаргалка беріп, немесе басқаша жолмен орын алып беруге итермелеп еді. Сол кезде мен ол жетістік деп санап едім. Қазір қарасам, мен сол мұғалімге деген көзқарасым өзгерді деп жатыр. Сондықтан біз абай болуымыз керек. Бүгінгі бала ертеңгі сіз сияқты ол ойы өрісі толысқаннан кейін, тұлға болып қалыптасқаннан кейін ол оңды солды айырады қалай болғанда да. Сондықтан сіз туралы жаман ойда қалып қалмас үшін қазірден оларға тазалықты үйрету керек. Кейде дарынды балалардың арасында менмендік деген қасиеттер болып жатады. Ол қандай балаларда? Үнемі орын алатын, үнемі активный болып жүретін балаларда болуы мүмкін. Сондықтан балаларды басқа балалармен тең дәрежеде ұстайтындай қылып, мысалға біз екеуміз олимпиадаға қатыстық. Мен орын алдым, сіз орын алған жоқсыз, бірақ екеуміз бірдей тапсырма орындадық. Шыққаннан кейін мына бала эмоциясы жасырмай мен орын алдым деп мына баламен сөйлеспей қалып, немесе арақашықтықты жоғары ұстап кетуі мүмкін. Осы кезде сіздің бойыңызда, яғни олимпиаданы жек көріп, олимпиададан қашып кетуіңіз мүмкін. Себебі сізге мына баланың мотивациясы жеткен жоқ. Яғни баланы айтуымыз керек: олимпиададан орын алдың ба, келесі балаға да оның жинаған ұпайын құрметпен қарау керек. Сен де жақсы жинадың, келесі сен де осындай неге лайықсың, саған да тілеймін деген бір жақсы жігерлендіру сөзін айтса, ол балаларда кішкене оянуы мүмкін. Екіншіден, кейбір балаларда осы өзгелердің еңбегін бағаламау дегеннен апелляция деген болады. Осы кезде біз талай балаларды көрдік. Яғни өзінен жоғары ұпай алған балалардың еңбегін көбіне балалар бағаламайды. Жоқ, ол неге менен жоғары орын алды, немесе ол неге жоғары ұпай алды деп қанша жерден жюрилер дәлелдеп жатса да, бірақ бала оны мойындағысы келмейді. Сондықтан балаға одан да жоғары балалардың балалардың ұпайын бағалау керектігін үйрету керек. Содан кейін ең соңғы бұл маңызды, әсіресе халықаралық деңгейге баратын мықты дарынды балаларда көбіне тұйық болып келеді. Осы жерден біздің дайындаған жетекші мұғалімдер балаларды көпшіліктің алдында сөйлеуге, көшбасшылық қасиетін дамытуға атсалысу керек деп есептеймін. Яғни ол енді ұлы тұлғаларды айтып жатады: адам көп білгенін жасырмаса ешкімге пайдасы жоқ. Яғни ол бала қатты білуі мүмкін, барлық білімді, бірақ оны қоғамда пайдалана алмаса, өзінің қажеттілігіне қолдана алмаса, ол білімнің қандай керегі бар? Сондықтан баланың бойына біліммен қатар көшбасшылық қасиетті де дарыту керек деп есептеймін. Міне осы 5 кеңесті мен жетекші мұғалімдерге айтар едім, және айтып та жүрмін. Осы кеңестерді ұстанған мұғалім өзі де және өз арқылы оқушыны жетістікке жеткізетініне мен кәміл сенемін.